Сәлем достар, бүгін біз Финляндия елшісінің резиденциясындамыз. Бізді қонақ еткеніңізге көп рахмет. Ойынға шақырушы мен болғандықтан алғашқы жүрісті сіз жасаңыз. Таңғы бағдарлама дәстүріне сай сұрайыншы, сіз үшін мінсіз таң қалай атады? Every morning starts with my cat waking me. Әр мінсіз таң мысығымның мені оятумен басталады. Сосын ас үйге барып, қою кофе ішем. Өзіңіз білетіндей, фин халқы кофе ішуден алдына жан салмайды. Адам басына шаққандағы кофенің біраз үлесі бізді сірә. Сонда бір күнде қанша шынаяқ кофе ішесіз? Біреулер 6 шынысын сіміріп алуға даяр. Мен 3-4 кесемен шектелем. Бұл таңғы менің мөлшерім. Одан соң балконға шығып, оянған астанаға еркелей баққан есілге қарайым. Тереземнің дәл алдындағы Кенесары ханның мүсініне қарайлап тарихқа тәу етіп, сол жағалаудың заманауи ғимараттарына тамсанам. Елдің өткені мен болашағы назарымда тұрғандай. Қазақстан мен Финляндия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылдың 13 мамырында орнаған. Содан бері Скандинавия елімен ынтымақтастығымыз жақсы дамып келе жатыр. Бұған Қазақстанда жұмыс істейтін 40-тан аса фин компаниясымен соңғы 16 жылда тартылған 400 мың ақш доллар шамасындағы инвестиция дәлел. Our embassy here in Astana. Жақсы жаңалығым, Астанадағы Финляндия елшілігі жанынан тек Қазақстан емес, бүкіл орталық Азия елдерінің азаматтарына қызмет көрсететін виза хабы ашылды. Осы арқылы өңір елдеріне есік ашылып, екі жақтан ынтымақтастығымыз одан әрі арта береді деп сенім білдіріп отырмыз. Енді мұнан айтыңызшы, Финляндияның бақыт елдері рейтингінде көш бастауының құпиясы неде? Қарапайым фин халқы осы рейтинг нәтижесін естіп, неге біз деп ұялып қысылып жатады. Бір емес бірнеше жыл қатарынан бірінші болу ыңғайсыз ба деп қаламыз. Рас па? Солай әсер ете ме? Я бір кездей соқтық сияқты, егер расымен бірінші болсақ, бұған қоғамдағы әр құрылымның дұрыс жұмыс істеп тұрғаны себеп шығар. Күнделікті күйбең тіршілік барынша оңтайландырылған. Салықты қалай төлеймін, ем-домды қалай алам, баламды қалай оқытам деп алаңдау жоқ. Сол бір ұсақ түйекке дейін бәрі реттелгендіктен бақыттымыз ба деймін. Және біздегі халық үкіметке сенеді. Олардың жемқор емес екеніне, дұрыс шешім қабылдайтынына зор сенім білдіреді. Солай қоғам болып бірлесіп, даму жолында еңбек етіп, өмір сүреді. Мұның бәрі сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде жүріп жатыр. Қоғам сонда қалай құрылған? Бұндай деңгейге қалай жеттіңіздер? Бұл менталитет бұрыннан бар ма, әлде арнайы саясат жүргізілді ме? Саяси реформа десек те болады. Бұрын Финляндия тек ауыл шаруашылығына сүйенген кедей ел болатын. Одан кейін даму жолында білім беру саласы мен гендерлік теңдікке көбірек көңіл бөлуді жөн деп шештік. Ешкім өзін кем сезінбейтіндей, жалпы қоғамдық теңдік мәселесін назарға алдық. Әрбір азаматқа сапалы білім мен медицинаны қолжетімдеткіміз келді. Одан соң әр адамның еңбек етуіне мүмкіндік жасадық. Себебі сол арқылы салық төлеп, қазынамызды ұлғайтатынымызды білдік. Әрі салықтан өзіне де пайда түсетініне, салық қаражатының азаматтар игілік үшін жұмсалатынына да көз жеткенде, халық та үлкен мөлшерде салық төлеуге қарсы болмайды. Және жүрісті де ұмытпаңыз. Кезек сізде. Ұпайларымыз әзірге тең келе жатқан сияқты. Жауабыңызда білім беру саласына көп көңіл бөлінетінін айтып қалдыңыз. Қазақстандық педагогтер Финляндиялық оқу ағарту секторына қызыға қарайды, біліктілік артыруға барғысы келеді. Соған себеп болған жоғары сапаның сыры неде? Білім беру саласына ұзақ уақыттан бері көңіл бөліп келеміз. Финляндия 5 миллион халқы бар мемлекет. Қатты көп емеспіз. Десе де ауылдардағы мектеп пен астанамыздағы мектептің сапасын барынша тең етуге көңіл бөлгенбіз. Және ұстаздардың еңбегін жоғары бағалаймыз. Оларға құрмет бөлік. Әрі сол мамандардың біліктілігі де еш күмән келтірмейді. Жоғары білімді педагогтер зерттеу қабілеттеріне сүйеніп, алдына келген әр оқушының жағдайын жекелей қарастырады. Барынша тиімді әдістемені қолдануға не жасап шығаруға ұмтылады. Академиялық еркіндік берілген. Себебі оқушылар бірдей болмайды ғой. Ауылдық және қалалық мектептер бірдей дедіңіз. Сапасын теңестіруде ауылдық мектептерге көбірек қаржы бөлінді ме? Қалай жасадыңыздар?
it also has to do that the teachers Қалай десем екен, ауылдық жерде білім беретін ұстаздар қалалық мұғалімдерден еш кем болмайтын еңбек ақы алуын қамтамасыз еттік. Және педагогке деген қарым-қатынас та бөлек. Әрі біздің елде жекеменшік мектептер жоқ, барлығы мемлекет тарапынан қаржыландырылатын білім ордалары. Сол да теңдікке әсер еткен сияқты. Ал енді сізбен біздің ұқсастықтарымызға тоқталайықшы. Монша мәдениеті екі жақтың да жақсы көретінсі десем, қателеспейтін шығармын. Қыс мезгіліндегі ұқсастықтарға орай қысқы спорт түрлеріне деген әсіресе шайбалы хоккейге деген қызығушылығымыз үндесетін сияқты. Екі елдің де өз спорт клубтары мен жанкүйерлері қалыптасқан. Фин халқы үшін бұл кәдімгідей салмақты хобби. Мысалы, көршіміз Швециямен өліспей беріспейтін бәсекеміз бар. Иә, Финляндияның қысқы олимпиада ойындарында да жақсы нәтижеге жетіп жүргеніне куәміз. Мынау сіз айтқан Симба ма? Hello, сәлем. Бұлай болады деп күтпеп едім, десе де жүре берсін. Иә, бұл Финляндиядан бері келе жатқан менің дипломат мысығым. Келіп тоғызмалақ ойнаңыз бізбен бірге. Ары қарай жалғастырайық. Тарихи ұқсастарымыз жайлы айтқанда, бұдан еткен Ресей империясы не Кеңес одағы кезіндегі қиындықтарда параллель табыла ма? Yes, I think that we share. Иә, ол жағынан ұқсастықтарымыз бар. Қазақстанның солтүстік көршісімен ортақтасатын ұзын құрлықтық шекарасы сияқты, Финляндияның да Ресеймен шекарасы едәуір ауқымды, 1300 шақырымдай. Соған орай барынша ынтымақтастық пен көршілік қарым-қатынасты дамытып отыруға тура келеді. Оның да өз әсері бар. Және кезіндегі орыс-фин соғысы салдарынан біраз жерімізден айырылып қалғанымыз тағы бар. Бірақ біз барынша прагматикалық, тиімді, залалсыз шешімдер қабылдауға тырысамыз. Бұл жағынан Қазақстанмен ұқсаспыз. Қандай болса да көршілермен тіл табысып, үйлесімде өмір сүруге тырысамыз. Және менің кезегім келіп қалыпты. Соңғы сұрағымды қойып үлгерейін. Ең бақытты елдің елшісі ретінде қазақстандық көрерменге таңертең не тілер едіңіз? Мен үшін Қазақстанда болу, осы ел азаматтарымен жұмыс істеу зор қуаныш. Сіздердің қонақжай кеңдіктеріңізге куә болып келем. Ризамын. Және мұндай құрметке менің басқа да отандастарым бөленіп, Қазақстанға келсе екен деймін. Дәл солай сіздер де Финляндияда қонақ болыңыздар. Біздің достыққа негізделген қарым-қатынасымыз одан әрі ұлғайып, беки түссе деп тілек білдірем. Бір-біріміз жайлы көбірек үйренсек, өзара ұқсастықтарымыздың көп екендігіне көз жеткіземіз деп сенем. Көп рахмет, мен де сенем. Және менің жүрісімнің соңғы құбалағы маған әжептәуір ұпай қосып, елшілермен болған тоғызқұмалақтағы алғашқы жеңісті алып берген сияқты. Ойындағы қонағымды жеңіп алғаным үшін кешірім сұраймын. Бірақ бұл сізді бақытты ете түскен шығар. Иә, расымен қуанып қалдым. Ең бақытты елдің елшісі мені бақытты ете дейінші. Making me happy, so yeah, thanks so much.